Бәріне сәлем. Мен бүгін досыма тосын сый жасағым келіп тұр. Қандай сый деп ойлап жатқан боларсыз? Мен оған арнайы маған келген кезде демалатын автотұрақ жасаймын деп шештім. Олай болса, алға! Тұрақты салу үшін маған трактор көмектеседі. Міне, менің көмекшім де келе жатыр. Сәлем, Джек. Мен саған бөлшектердің бірінші топтамасын жеткіздім. Ал енді мен қалғандарын алып келуге кеттім. Қандай әдемі бөлшектер. Бөлшектерді дұрыстап көріп алайыншы өзі. Бұл жасыл түсті бөлшектер. Қане, тұрақтың қанша жасыл бөлшегі болатынын санап көрейікші. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Барлығы 6 жасыл бөлшек бар екен. Міне, көгілдір түсті бөлшектер де келіп қалды. 1, 2, 3, 4, 5. Сонымен 5 көгілдір бөлшек бар екен. Міне, көк түсті бөлшектер де келіп жетті. Түсі қандай қанық, бұл қанық көк бөлшектер. Қане, бөлшектерді санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы 5 көк бөлшек. Көк бөлшектердің жалпы саны 5. Мынау маккойнның ең жақсы көретін түсі ғой. Мынаның пішіні басқалардан өзгешелеу екен. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонымен барлығы 6 қызыл түсті бөлшек. Міне, сары түсті бөлшектер де келіп жетті. Енді оларды санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Енді ақ түсті бөлшектерді санап көрейік. 1, 2, 3, 4.
ашық жасыл түсті бөлшектер де келді. Қане, оларды да санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Қара түсті бөлшектер. 1, 2, 3, 4. 2 қызғылт сары түсте келіп қалды. О, қанша бөлшек жиналып қалыпты. Енді міндетті түрде досымызға тұрақ жасаймыз. Қандай керемет, тұрақ дайын болды. Енді менің досыма көрсетейік. Вау, мынауың керемет тұрақ қой, Джек. Маккуин, досым, мен бұны сен үшін жасадым. Рахмет, Джек, маған өте қатты ұнады.